Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан эфирде жолугуп жатабыз. Мен силерге мурдакы көрсөтүүлөрдө айткандай, мен Сагынбай Оразбактын вариантынын негизинде Манас эпосу боюнча 5 томдук кара сөз түрүндө роман жазган элем. Ошону мен силерге азыр окууну улантайын. Жетинчи бап. Манастын дүбүрөк канды жеңгени. Дүбүрөк канга каршы аттанган Манастын 290 миң аскери ат ээрлеп жайлашып, азынын жанга байлашып, кылычты белге чалышып, айбалта найза бар жарагын алышып, дагалакка жөнөштү. Жакыптын агасы бай баштаган кол Азаттын белин ашып, ат сыынын чөлүн басып, 2 күнү жол жүрүп, карабактары дүпүйгөн, бийик бутканалар алыстан заңкайып көрүнгөн Эсет шаарына жетип келди. Эсет 2 бөлүктөн турган 4 миң калкы бар шаар. Анын 2 башчысы каршылык көрсөтүү пайдасы экендигин түшүнүп, 180 атты тартуу кылып, Манастын колуна багынып беришти. Кыргыздар шаарда 4 күн үргүп жатышты. Эртеси күнү кечинде түш эңкейген кезинде доолбас согуп күңгүрөп, тоо көчкөндөй дүңгүрөп, тууну тууган курдуруп, чаңды кого бурдуруп, Жаангер кожо баштаган 290 миң аскер да Эсетке келди. Буга чейин алар дагалакта кошойго бара жатканда найза канды өлтүрүп, Кашкарды алышып, Маңгуттун шаарын ээлеп, анын атын Марал башы Долон да өзгөртүштү. Ал жерде бир аз эс алып, 4 күн жол жүргөндөн кийин Эсетке жетип келишип, шаар ким башкарып тургандыгын, анда калың кол кимдики экендигин билбей, Жаангер кожонун аскери салгылашууга даярдана баштады. Эсеттеги кол кыргыздык экендиги аныкталгандан кийин Жаангер кожого Арстан Манас, Эрештек, Айдаркандын көксөсү Бай жөө келишип кол куушуруп кожого учурашты. Боорлору бурашып, түрк уулдары табышып, түрмөгүнө көз жетпей дүңгүрөп жатып калышты. Үнүйөнүн жүзүнөн жеткендей болду арыш. Аксакалдуу Бай Жаангер кожо менен учурашып чыккандан кийин убактылуу жашап жаткан үйүнө бет алды. Атчан шаардын кууш көчөлөрүн жай баракка кетип бараткан абышка тегерен кызыга карап жатты. Көчөнүн 2 тарабын тең шаардыктардын самандан салынган жапыс чатырлуу топурак дуалдар менен тосулган үйлөр ээлеп турат. Аларга катарлаш улун өлчүлөн стаканалары, майда бара сатылган дүкөндөр орун алган. Капысынан ойлу кетип бараткан ак калпыкчан Байды чоң кара атты минген орто бойлуу кең ак жума бир жигит белден тартып алды. Мен аксакал башы менен ким тартып жатат деп ачуусу менен бурула караган Бай уулу Бакайды көрдү. Айланайын балам, барсыңбы? Кубанганынан кыйкырып жиберди абышка. Баармын ата. Бакай атасынын ат үстүнөн кучактады. Ата бала аттарынан түшүп, жолдун боюнда шамалдан кулап калган эски теректин үстүнө отурушту. Кагылайын алтыным, жете албайсың Бай. Сени көргөнүмө кандай кубанып жаткандыгымды өзүң элестете албай жатсаң керек. Ата, деди үстү көктөө чүпкен башына кара төбөй кийген Бакай. Мен да сизди жолуктуруп калганыма аябай сүйүнүп жатам. Үйдөн чыкканыңызга быйыл туура 6,5 жыл болгондуктан сиздин тирүү же өлүк экениңизди билбей аябай сарсанаа болдум. Ушунча убакыттан бери кайда жүрдүңүз? Бул көп колго кантип кошулуп калдыңыз? Балам, аксакал сылай оорушкут атасы. Бул аралык ичинде башымда далай окуялар өттү. Өзүң билгендей иним Жакыпты издеп жолго чыккан элем. Ага бара жатып жолдо Калмак Тескаран аскерлерине жолугуп калдым. Алардан араңдазууга кутулуп, кайда барышымды билбей турсам, Кудай жалгап, мага Жакыптын өзү жолугуп калды. Ал бизден айрылгандан кийин ушул жерге айдалып, адал эмгеги менен аябай байыптыр. Мен айылын алып барып, өлтүргөн сулуу кызга үйлөп койду. Ана мына үйгө кайтам деп жүрүп, убакыт кандай өткөнүн өзүм да билбей калдым. Мени жаңы апалым кылып койгон турбайсызбы ата деп күлдү Бакай.
Oba balam, şart şunday olup kaldı. Şariat boyunca erkek kişi 4 ayal alsa bulut emez mi? Oşandıktan sizge hiç kapalçılık yok ata. Birok bul kolga qargan kezingizde kantip koşulup kaldınız? Dep surulup karadı atasına bakay. Bul tavışmaktın jandırmağına oңoyla açılat balam. Uşunça koldu başlagan inim Jakıp'tın balası Manas. Oy boy taң kaldı bakay. Barın üyülün çıkan bu askerdi. Men tuğanı başkarak turbayı. Oba, Manas inin bulut. Yurt sen anı menen tağışırıp koyayım. Bay balasını elçitip şahar çetindegi alma baktағы çoң çatırında ес алып жатқан Манасқа барып, аға Бақайды tanıştırdı. 28'dегі Бақай менен 19,5 жаштағы Манас бір-бірінің құпылына дарыл толды. Ағайынның баласы көңілден кетіп аласы, ол тұрышты чайланып, ойнап күліп жайланып. Баласын көріп, қатты қуанғандан ба, же башқа себептен бе, айтор бай қатты орып қалып, ошол эле күнү дүйнөдөн кайтты. Өлөр алдында абышкан төшөгүнүн жанында кайгырып отурган Манаска кайрылды. Балам, Кудай жалгап, карыганда болсо да жоголгон инимди таап, сен де эр азамат уулу менен тааныштым. 6 жылдан бери көрбөгөн Бакайымды бүгүн сага жолуктурдум. Мындан ары экөөң бири-бириңерге эрик шарткак, өлөк болуп, дайыма бирге жүргүлө. Кыргыздын намысын эч кимге алдырбай, душмандар менен күрөшкүлө. Аба, мээриңди журмайды Манас. Кудай буйрса, баш көз болуп, өзүңүз бийди баштап жүрөсүз. Сиз балаңызды жолуктуруп, бир аз толкун алып кетишипсиз. 1-2 күн дем алсаңыз, куландан соо болуп кетесиз. Жок балам, башын терк чайкады Бакай. Мен адам болбой калдым окшойт. Арткы дүйнөгө сапар тарта турган убактым келгенде. Аба, сөзүн баштады Манас. Бирок абышка колун жамсап, аны токтотту. Балам, мени бөлбөй тур. Айта турган сөзүмдү тирүү кезинде айтып алайын. Манас балам, өлүү эмессиң, тирүүсүң. Арышың бүт дүйнөгө жетет. Себеби сен 7 султандын бирисиң. Кудай буйрса, аттансаң, бейжиңди аларсың. Бакай менен ынак болуп жүргүлө. Балам ары акылдуу, ары эр жүрөк жигит. Ал кимди өлөт деп аттанып, кармашканы суу болбойт, каргаганы оң болбойт. Өбөгүң болот өзүңдүн, айнеги болот көзүңдүн. Бакайды аксакал кылып ал, Манас, деп балдарына ак батасын берген бай жарык дүйнө менен кош айтышты. Аксакалды акыркы сапарга чогуу 600 кишинин баары узатып, жаназаны Жаангер кожо өзү окуду. Бай абасын акыркы сапарга узаткандан кийин азык түлүк арттырып, алтындан соккон кернейди бапылдата тарттырып, асабалар жалпылдап, айчыктуу туулар жаркылдап, астында Манас айгайлап, абасы Бакай колдайды, 700 000 кол дагалакка жөнөдү. Ага 3-чү күнү жетип, кыргыздар шаардан адам эмес, мышыкты да чыгарбай, аны 4 тараптан курчап алды. Дагалактын борборлук дарбазаларынан көп эмес алыс эмес аралыкта жайгашкан талаадагы көк чөптү дөбөнүн үстүнө Манас жогортурдатып дайым алып жаткан чоң сары жатырын тиктирди. Ага отукташ болгондон кийин ал шаардын улуттарына элчи жиберди. Каны болсо чыксын, кабарыңды уксун, урушаар болсо келсин, урушпас болсо эсебин эми бизге берсин. Талабын айтты баатыр. Дагалактын эли буга эмне деп жооп беришин билбей айранадыр болду. Себеби алардын аяры өлүп, каны жок, шаарда аларга кайрат кылуучу эч ким калбады. Айлашып кеткен шаардыктар кеңешип отуруп уруша турган болушту. Дагалактын дарбазасынан чыккандан кийин шаар жөкелеп талаага барып, Манастын колунун бет маңдайына келип токтошту. Аскерлик салт боюнча салгылаштын алдында жекеме-жеке уруш өткөрүлө турган болуп, дагалактар ага каткыл болгонду чыгарышты. Узун бойлуу, кара каштуу, кара көздүү, чапчаак каткыл болгон каруу жарак байланып, урушууга шайланып, камыштан жасалган көк найзасын каргашап илип, ак жалатын минип,
Айғай салды ақырып, майданға келді бақырып. Маға Манас шықсын, шақырды, айтқанымды ұқсын. Атым қатық балбанмын. Ұрышқанның барысын алмадай башын алғанмын. Құрғап қалған шөпеңді ушалап ерді салғанмын. Төбедегі чатырының жанына салынған кілемдің үстінде қызыл көрпешеде отырған Манастың қалмақты сөздеріне ачуыс келді. Бақайдың башқа жан жөккөрген сөздеріне құлақ салбастан батыр 6 кез ұзын найзасын қолға алып, Аққулаға қамшы ұрып, майданға атырылып шықты. Далай салғынбашылар жеңіп шыққан Қатыққұл аны оңай жеңіп алуға үміттенді. Ал қашырып келіп қырғыздың балуаны найза менен салды. Қан төлі мен сағалым жетпей қалсын деп қыжыры қайнаған Манас найзаның ұшына қармап, аның қалмақты қолынан жұлып алды. Құралсыз қалған Қатыққұлдың есі шықты. Себебі ұшу кезге шейін аның мұндай қатты ұрған найзасын кимдіруге тартып алмақ түгіл, аттың үстінде де көпшілігі қармана албай, шамал ұшырған самандай жерге жалп етіп құлап түседі. Бұл жерді құрып бұрып анық дөе тұрбайы, төбе шашы тек тұрды қалмақ. Аға алышып, алым, күрешіп күшім жетпейді екен. Жанынан үміт үзген қалмақ қорыққанынан бөріде олып, аскердің көзде қашып жөнеді. Манас аны қуып жетіп, көп аскердің ішінен айдалысына қармап, атынан жұлып алды. Қатыққұлды көкбөрі тартқан олақты астына қойып салып, батыр өз аскеріне қайтты. Қандай қылсыңар да, мына өзіңер білгіле, деп Манас астына өңірген қалмақты қолына беріп салды. Қырғыздар балбанның күшін аябай разы болышты. Қытайлардың осы жүрегі түсіп, бұл батырға жекеге шықса, ешкіміз соқ қалбашын түсінішті. Бірақ айла жоқ, намыс үшін анымен сайышуға көден балбанды шығарышты. Көп ішіндегі көден барбаймын деп айта албай, сарыкет атын мініп, Манасмен шауыша тұрған бұл. Көк темір тон киген қалмақ тақ көзіне қарасам, Рүстемдей заты, аттының айбандан бөлек заты, екі құлаш бойы бар. Балбанның қолында қармаған 600 батман күршісі күміштен, қалқаны болыттан. Майданға шығарған мұнда көді әлемгер жа сыр жебенің мойнын асып, ұзын 600 құлаштан кем емес жібек артқанды қойнына тұрып алды. Шашпай тұр қырғыз, ішінен ізірінді қалмақ. Азуы жылқы тұтқандай, артқанды атамын, мойныңа чалма саламын. Маға беттешіп келсең, Манас, мерт табасың. Қару жарақ байланып, тоқ ұшында айланып, көден майданға шықты. Маға қаршы батыр Манас өзің кел, бір Манас түгіл бұл күнде, 1000 Манас келсе де тіру қоймаймын. Білсең ақтым ер көден, қанқор Манас өзің кел, жаныңдан үмітіңді үзе бер, деп қалмақ күркіреп, көрген адамды туыла бойын дүркіретті. Манастан башқаны бұл балбаны қалабады, башын шайқады мұны көрген қалайық. Шындап Аннайбатты қатты ұзары күш екен. Көп düşmanды алғаны түсінene де көрініп тұрады деп, кейбір бір су жүректер шашқалақтап қалышты. Қатыққұлмен болған ереуілден кейін чатырына келіп, башына көк ұлғасын шешіп, қызыл көрпешедей салып жатқан Манас қалмақты сөздеріне мысқылдың башын жайып шайқады. Бұл Қытайдың дымағы күшті о, деді ал. Аны изеген мен болсын, имен тұрбастан алдына барайын. Қадыр Аллаға жар берсе, бір қарпаңдашып қалайын. Ачуысы жүзін айланған Манас жарағын берге шалынып, Шаймерденге жалынып, Ақкүбе тонды киініп, Мұбақын найзаны қолға алып, Ақкеліктен мұтық жоңға артып, елінен қайраған ереуілге шықты. Аны көргенде көден балбан белінен чалманы шешті. Жақын келсе чалманы башқа салам, артқандай Манас болса да дедірбей алам, ішінен қудыңдарды қалмақ. Анын бұл арам ойын білбеген Манас атына қамшысы алып, ба бедін деп бақырып, дұшманына шаап жөнеді. Ошонда көдеңдің алыстан атқан 600 құлаш атқаны Манас қорыл екі қолы байланды. Аққулан астын құтияқ осы тұрып, қырданып кете жаздады. Сыр найзасымен жерге таянып қалуға үлгіріп,
Ушул себептен гана Эрманас аттын үстүнөн кулабады. Чалманы уктап салдым. Эми артканча Манас мага чак келбей мөөрөйдү алдым деп кубанган көөдөң 11 класс найзанын колуна кармап Сарыкерге камчы салды. Душманын чаап келе жатканын көргөн Баатыр аркандан бошонгонго аракет кылды. Бирок андан эч майнап чыкпады. Кудай мени аны уруптур. Алдырар да жаздырар деген ушул турбайбы? Бул акмак найза менен сайышат экен десем, мени аркан менен жайлабады. Сары ооз балапандай болуп, анын куулугуна алданып, шымына жайлаган баладай эч нерсеге жарабай туруп калдым. Чала мага деп жаны кашкайды Баатырдын. Көөдөң болгон жакындап келип, аны найза менен качырды. Ошондо кабыл Манас акыркы күчүн жумшап, оң колу менен ача албасын кындан суруп алып, сындылган найзаны кыя чаап салды. Кийин өзүнө салып турган арканды да кырча чапты. Ар камчысы жыйылган, найзасы колдон кыйылган калмак коломсокко кол салып, кошо жибек ок алып, атайын деп келишке огун чалганда, ойрон Манас Баатыр аягынан чалманы шыпырып салды. Кийин аккула менен жетип барып, көөдөңдүн бооруна найза салды. Найза калмактын аркасынан короюп, аз болгондо жарым кесишага түштү сороюп. Лайламалуу деп найзанын үчүндө көөдөң өлдү тороюп. Манас калмакты найзага сайып көтөрүп, анын колунун алдына барып, ал Баатырың өлдү деп көөдөңдү аягынан алып, калмактарга атып ийгенде, токтолуп турган Солоңдо 9 өлүп, жалпы өлгөндөрдүн саны 10го жетти. Эси чыккан калмактар акылы баштан кетип, Манастын кайратынан коркуп, качып кете жаздады. Өздөрүнө келгенден кийин кеңешип, эри өлгөн Манасты барып жайлаганга, өчүлбөй өчтү алганга, анын өтүн жарганга Ашталы деген балбанды чыгарышты. Көк темир тончон, көлдөлөңүн ченеси 30 таман жоонду, дашказандай баштуу, комдонгондей качтуу, 30 мен 40-тын ортосунда жашы бар Баатыр курал жарагын асынып майданга чыкты бакырып. Алды артына карабай, Ашталы жаадан ок атты. Көөдөңдүн кулугунан кийин сап турган Манас 9 кабат алтын кубак калканды туса койду. Ок карс этип, катып тийип, купа тобурулуп, шарт этип жерге түштү. Эгерде Манастан башка жан болсо, мындай октон аман калбайт эле. Дагы окатып өлбүрөй турганын түшүнгөн Ашталы күчүн көтөргөнчө Баатыр анын көөдөңүн коюп кетти. Калмак камакта учуп түштү кара жерге сулайып, өлүп калды тырайып. Алгыла мына балбаның деп Эрманас Кытайдын балбанын оң колунан алып, туусун көздөй ыргытты. Мына урматтуу жолдоштор, биздин көрсөтүүбүз соңуна жетип баратат. Кийинки жолугушууда көрүшкөнчө саламатта болуңуздар, кош калыңыздар, кош болуңуздар.